Қайырлы күн, әріптестер. Алматы қаласы білім басқармасы, қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми-әдістемелік орталығы, техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің жоспарына сай, тікелей сұхбат сағаты педагог әдіскер қалалық жобасы аясында скафолд құзыреттілікке бағытталған сабақтарды әзірлеуге арналған карточкалар жиынтығы тақырыбында колледж педагогтеріне арналған қалалық оқыту вебинары ұйымдастырылып өткізгелі отырмыз. Бүгінгі вебинарымызда біздің арнайы пән оқытушылары, әріптестеріміз өз тәжірибелерімен, өздерінің сабақтарында карточкаларды қалай пайдаланып жүргенін барлығын көрсететін болады. Ендеше Алматы технологиялық колледжі Амангелді Жазира Амангелдіқызы, политехникалық колледждің арнайы пән оқытушысы Оразымбетова Айнұр Сейденовна және Алматы мемлекеттік бизнес колледжі арнайы пән оқытушысы Амербекова Карина Қалқабековна өз тәжірибелерімен бөлісетін болады. Ендеше, әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Жазира Амангелдиевна. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, рахмет Сабира Асановна. Біз өзіміздің семинарымызды бастайық. Мен экран көрініп тұр ма, әріптестер? Көрініп тұр. Иә, көрініп тұр. Иә, көрініп тұр. Рахмет, әріптестер. Бүгінгі таңда біз сіздермен скафолд құзыреттілікке бағытталған сабақтарды әзірлеуге арналған карточкалар жиынтығы туралы айтатын боламыз. Енді бұл жерде жалпы бұл қандай бағдарлама екенін сіздерге айта кетейін. Европалық одақтың орталық Азиядағы біліктілікті жастарға арналған диалог және іс-әрекет, яғни Дария жобасы. Бұл жоба бізде 22 жылғы маусым айынан бастап жүргізіліп жатыр. Жалпы алғанда Европалық оқыту қорының үйлестіруімен жүзеге асыруда. Жобаның мақсаты икемді, инклюзивті және сұранысқа ие кәсіби дағдыларды дамыту арқылы, сондай-ақ мамандарды даярлауды экономика қажеттіліктеріне сәйкестендіруді жақсарту және жұмыс күшінің ұтқырлығын ынталандыру арқылы орталық Азия елдеріндегі жастардың еңбек нарығындағы мүмкіндіктерді кеңейту болып табылады. 22 жылы бұл жоба басталған болса, 24 жылы Қазақстанның барлық аймақтарынан ұлттық жаттықтырушы скафолд құралын пайдалану бойынша білім алып, ары қарай икемді және инклюзивті оқыту қағидаттарын енгізе отырып, білім беру ұйымдарының педагогтерін оқытуда. Біздің еліміз бойынша 23 пилоттық білім беру мекемесінде қазір бұл жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның ішінде 20 колледж, 3 мектеп. Содан кейін осы 40 жаттықтырушыны оқытқаннан кейін бізде ол жаттықтырушыларымыз өзінің деңгейінде оқыту жүргізді және одан бөлек талап ұйымдастыру мен біліктілікті арттыру курстары өткізілді. Енді 25 жылдың 15 қаңтарында Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің бұйрығына сәйкес Алматы қаласы білім басқармасының Алматы технологиялық колледжі, Алматы политехникалық колледжі және Алматы мемлекеттік бизнес колледжі пилоттық оқу орындары ретінде бекітілді. Енді алдарыңызда біздің сертификат алған кезіміздегі суреттер көрсетілген. Жалпы әр аймақтан барып оқытылған тренерлар осылай сертификатталған болатын. Сонымен қатар енді скафолд туралы айта кететін болсақ, скафолд жиынтығының идеясы педагогтерге оқу мақсатында пайдалануға болатын карточкалар жиынтығын ұсыну. Карточкаларда құзыреттерді, оқытуды әзірлеу принциптері, бағалау әдістері және білім беру процесін ұйымдастыру бойынша ұсыныстар бар. Скафолд педагогтерге құзыреттіліктерді мағыналы түрде біріктіруге көмектесетін портативті, пайдаланушыға ыңғайлы құрал ретінде ұсынылған. Бұл карточкалар не үшін әзірленді? Жалпы бұл карточкалар ішінде құзыреттілік түрлері көрсетілген және скафолд құрастырушылардың ойы бойынша бұл өмір бойы оқу процесіне қатысушыларға арналған ақпараттық анықтамалық құжат. Олардың мақсаты әрі нақты құзыреттердің не екенін түсіндіру, бірақ сонымен бірге әртүрлі стратегияларды қолдану. Енді скафолд құрал дегеніміз не? Жалпы
Скафолд бұл оқыту процесіне негізгі құзыреттіліктерді біріктіретін және олардың білім алушыларда дамуына ықпал ететін педагогтерге оқу сабақтарын жобалауға көмектесу үшін әзірленген карточкалар жиынтығы. Скафолд карточкалары оқу сабақтарын жоспарлауға және өткізу бойынша нұсқаулықтардан тұрады. Енді бұл карточкалар кімге арналған? Жалпы карточкалар туралы естіген боларсыздар. Жаңа айтып өттік, курстан өткен әріптестеріміз бар, қазір өзінің педагогикалық жаңағы тәжірибесіне қолданып жүрген әріптестеріміз бар. Бұл жиынтық қазір сіздерге көрсетемін. Ресми және бейресми білім беретін педагогтерге арналған құрал. Яғни ол цифрлық, кәсіпкерлік құзыреттерді, жеке әлеуметтік құзыреттерді және оқуға икемділік құзыреттіліктерді, сонымен қатар тұрақты даму құзыреттерін дамытуға ықпал ететін оқу сабақтарын жобалауға көмектеседі. Енді бұл карточкалар құрамында жаңағы 102 карточка бар. Бір қорапшада 102 карточка бар, және ол карточкалардың құзыреттіліктері саны әртүрлі, өзінің жаңағы деңгейіне байланысты. Енді скафолдты қалай қолданады? Скафолд қолданатын педагогтерде қандай құзыреттер қалыптасады? Ең алдымен жоспарланған оқу процесі туралы нақты түсінік болады педагогтерде. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бізде техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары болғандықтан бізге педагогтер, яғни өндірістік орындардан келеді. Оларда жаңағы производственный стаж дейміз ғой, ондай стаж болғанмен педагогикалық стаж болмайды көп педагогтерде. Осы педагогтерге біздің осы скафолд карточкалары өте күшті көмекші құрал болып табылады. Оқу қызметін ұйымдастыруға арналған материалдар құруға болады, және білім алушылардың өз мақсаттары мен қажеттіліктеріне сәйкес оқу процесін шығармашылықпен құру мүмкіндігі пайда болады. Енді карточкалар жиынтығының құрамы жаңа 5 топқа бөлінеді. Ол 102 карточкадан тұрады деп айтып кеттім. Енді бұл карточканы оқытушы оқу сабағын әзірлеуге пайдаланады. Жиынтықты әрбір карточка жоспарлау процесінің әртүрлі кезеңдері бойынша әдіс пен қадамдық нұсқаулықты қамтиды. Енді сонымен қатар бұл карточкаларда тапсырма карточкасы бар және жоспарлау карточкасы бар. Егер де сіздерге көрінетін болса, мен қолда сіздерге қазір жоспарлау карточкасын көрсетіп тұрмын. Бұл жерде карточкалар, яғни қандай сұраққа жауап береді? Сабақ барысында қандай құзыреттіліктерді таңдайсыз? Ол құзыреттіліктерді қалыптастыру бойынша қандай оқыту әдісін пайдаланасыз? Онымен қатар жаңағы қажетті ресурстар сізге қандай керек болады? Содан кейін барып бағалау әдістерін жаңағы реттеп осы сұрақтарыңызға жауап алғаннан кейін барып сіз сабақтың хронологиясын, яғни жоспарды жасайсыз. Енді одан бөлек жаңағы карточки задание дегеніміз жаңағы тапсырма карточкалары. Тапсырма карточкаларында сабақта айтатын, яғни сіздердің мақсатты аудиторияңыз, біз жаңа айттық қой, сіздер бұл карточкаларды тек қана алдарыңызда күнделікті өткізіп отырған сабақтарыңызды дайындауға ғана емес, сонымен қатар семинар өткізуге, тренинг өткізуге, ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді курстар өткізуге пайдаланасыз. Яғни сондай бір іс-шараға егер де план жасайтын болсаңыз, осы карточкаларды пайдалану арқылы, яғни осы сұрақтарға жауап беру арқылы сол жаңағы іс-шараның мақсатын айқындап алуға болады екен. Жалпы карточкалардың жаңа құзыреттіліктер карточкалары бар, яғни 4 топтан тұрады. Құзыреттіліктер ол, яғни цифровые компетенции дейді, міне цифрлық құзыреттер, одан кейін жеке әлеуметтік құзыреттер, келесі кәсіпкерлік құзыреттер, одан кейінгісі 4-ші топ тұрақты даму құзыреттіліктері. Міне осы құзыреттіліктерді біз өзіміздің сабағымызда, өзіміздің жаңағы тақырыбымызға сәйкес, өзіміздің жаңағы баланың бойында қандай құзыреттіліктерді дамытамыз, сол бойынша егер де дұрыс таңдайтын болсаңыз, осы құзыреттіліктерді сіз қазіргі заманға сай жан-жақты профессионал жаңағы специалисті дайындап шығарасыз. Енді жалпы бұл карточкаларда сонымен қатар бұл құзыреттіліктерден бөлек бағалау әдістері бар. Ол 7 түрлі болады, және
сабақты оқыту әдістері бар. Яғни бұлардың әрқайсысы бізге 7 түрлісі берілген. Бірақ та бұл қазір сіздер экранға қарап отырсаңыздар, бізде оқыту әдістерінен жобаға бағытталған оқыту, тұлғаға бағытталған оқыту, құндылыққа негізделген педагогика, ынтымақтастықта оқыту, ойын арқылы оқыту, оқытудың зертханалық әдісі және қоғамдық қызмет элементтерімен практикалық оқыту сияқты әдістер көрсетілген. Бірақ сіздер өздеріңіз білесіздер, біздің жаңағы практикада бұдан да көп оқыту әдістері бар. Негізінде бұл тек қана осы 7 әдіспен шектелу керек деген сөз емес. Яғни сіз өзіңіздің жаңағы практикаңызда осы әдістерді негізге ала отырып сабақ жоспарын жасай аласыз. Және бағалау әдістері. Құрдастардың кері байланысы, одан кейін өзін өзі тексеру, бағалау деректерін қалыптастыру, аутентичная оценка дейді, біздің педагогтарға бейтаныс болуы мүмкін. Бұл шынайы бағалау, яғни біздегі бағалаудың бір түрі. Автоматтандырылған бағалау, бақылау, зерттеуге арналған сұрақтар, яғни осындай бағалау әдістері көрсетілген. Енді әр педагог өзінің жаңағы сабағына, тақырыбына, аудиториясына қойған мақсатына сәйкес осы әдістерді таңдайды, құзыреттіліктерді таңдайды, өзінің жоспарын жасайды. Енді қорыта келе мен айтатын едім, жалпы скафолд бізге не үшін беріледі? Педагогтерге білім алушылардың динамикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін скафолд карталарын зерттеуге, бейімдеуге және тәжірибе жасауға шақырамыз. Өйткені бұл карточкаларды пайдалану арқылы сіз өзіңіздің сабақ жоспарын әдістемелік тұрғыда әлде қайда жақсы жасап аласыз да, сол жоспарыңыз арқылы сабақ бересіз. Енді келесі сөз әріптесім Оразымбетова Айнұр Сиденовнаға беріледі. Алматы политехникалық колледжінің оқытушысы. Ол кісі қазір сіздерге өзінің сабағында бұл карточкаларды қалай пайдаланады, сол туралы қысқаша ақпарат береді. Әріптестер, бір минут. Қазір әріптестерімізді тыңдап алайық. Қосымша сұрақтарыңыз болса, өздеріңізге түртіп отырыңыздар. Аяқ жағына қарай сұрақтарыңызға жауап беретін болады. Қазақша, орысша барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Айнұр Сиденовна, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, рахмет, Жазира Амангелдиевна. Мен Алматы политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Оразымбетова Айнұр Сиденовна. Мен өткізгеніміз жақсы. Осы скафолд құралдарын пайдалану мен өзімнің қаржылық сауаттылық пәнінде қолдандым. Сол кездегі ашық сабақтың тақырыбы менде скафолд құралдарын тиімді пайдалану арқылы қаржылық сауаттылықты арттыру және қаржылық пирамида түрлерін анықтау болды. Әрине, және менің әріптесім айтып өткендей, бұл скафолд карточкаларын сабақ барысында барлық ұйымдастыру кезеңінде, бекітуде, жаңа сабақ кезінде қолдануға болады. Соның ішінде мен осы сабақтың мақсатында қазіргі кездегі қаржылық пирамидадан сақтану жолдары қандай, қалай ақшаны үнемдеуге болады тақырыбында қаржылық экономикалық сауаттылық карточкасын қолдандым. Жаңа сабақ барысында келесі слайд ашып жіберсеңіз, жаңа сабақ барысында осы оқыту әдісі бізде жобаға бағытталған оқыту әдісімен және ынтымақтастықта оқыту әдісін қолдандым. Әрине, экономика пәні болғандықтан кәсіпкерлік, құзыреттілік карточкасының ішінде ең алдымен мен өзін-өзі тану және өзіндік тиімділік карточкасын қолдандым. Неге? Себебі білім алушылардың сабақ барысында өзінің сенімділігін арттыру мақсатында. Сонымен қатар ресурстарды жұмылдыру карточкасын пайдаландым. Және оқытушының ғана қаржылық сауаттылығын көтеру емес, сонымен қатар білім алушының да қаржылық экономикалық сауаттылығын көтеру мақсатында осы карточканы тиімді пайдаландым. Әрине, сабақ барысында білім алушылардың сабақтың ынтасын көтеру мақсатында мотивациялық табандылық карточкасын тиімді пайдаландым. Сабақтың барысында келесі сабақты бекіту кезінде әрине мен ең бірінші мәселелерді шешу,
екінші мәселелерді тудыру және идеяларды бағалау карточкасын қолдандым. Неге? Себебі бұл жерде ақшаны қалай үнемдеуге болады, қаржылық алаяқтардан қалай сақтануға болады, бұл мәселені тудыру барысында осы карточканы қолдандым. Және білім алушылардың әрбір айтқан іс-шарасын, идеяларын бағалау барысында осы карточканы тиімді пайдаландым. Ал енді сабақтың аяғына қарай әрине бағалау кезінде мен екі бағалау тәсілін алдым. Біріншісі шынайы бағалау және екінші құрдастардың өзара тиімді бағалауы. Алдарыңызда көріп тұрған біздің суреттеріміз, яғни осы скаффолд құралдарын пайдалану арқылы республикалық дәрежеде ашық сабақ өткізілді. Семей, келесі слайд ашып жіберсеңіз, яғни келесі Абай облысы, Семей қаласы, Абай облысының білім басқармасы ұйымдастыруымен бизнес және сервис колледжімен ашық сабақ өтті. Осы скаффолд құралдарын тиімді пайдалану барысында. Әрине, осы кезде пәнаралық байланыс деген бар. Оқытушы әріптестерінде сұрақ туындауы мүмкін. Экономика пәнде негізі өте тиімді болғанымен, мен тағы да қосымша Қазақстан тарихы пәнде деп қолдандым. Бұл туралы салыстырмалы түрде сіздерге кішкене атап өтсем. Сабақтың негізгі тақырыбы қазақ хандығын құру мен нығайтудағы рөлі. Бұл жерде мен қолдандым жоспарлау және басқару карточкасын қолдандым. Неге? Себебі қазақ хандығын құрудағы ең негізгі өзекті мәселе Керей мен Жәнібектің тәуелсіз мемлекет құруы. Сол кездегі ол елдің тағдырын ойлау барысында қалай жоспарлады және елді қалай басқарды. Сол тұрғыда мен осы карточканы тиімді пайдаландым. Келесі сабақ барысында келесі слайдты ашып берсеңіз, әрине сабақтың ең негізгі мәселесіне келсек, бізде саяси белсенділік және болашақты болжау сауаттылығы. Неге мен бұл карточкаларды қолдандым? Неге? Себебі Керей мен Жәнібектің елдің тағдырына алаңдап болашақ сауаттылықты дұрыс басқаруының арқасындағы осы екі карточка маған өте сабақты өту барысында тиімді көп көмегін тигізді. Әрине, келесі қиындықтар, міндетті түрде қиындықтар, тайпалардың сенімсіздігі, жерге талас, әскерлердің жетіспеуі арқасында менде бұл шын мәніндегі осы икемді құзыреттіліктерді карточканы қолдандым. Және тәуекелдерде мен техникалық мәселелерді шешу карточкасын маған өте көп көмегін берді. Және әрине күтілетін нәтиже шын мәніндегі осы Керей мен Жәнібектің келесі слайдты ашсаңыз, Керей мен Жәнібектің осы Керей хан болып сайланғаннан кейінгі біздің халықтың жағдайы біртіндеп жақсара бастады. Сол кезде мен осы мотивациялық табандылық карточкасын үнемі сабақ барысында балаларды ынталандыру барысында қолданып отырамын. Сонымен қатар тұрақтылықты бағалау, ұжымдық әрекеттер карточкасын әрине ойын арқылы оқыту қазіргі кезде осы ең негізгі актуалды мәселе деп ойлаймын. Неге? Осы сабақ барысында мен білім алушыларды 4 топқа бөлдім. Керей бірінші топ, екінші топ Жәнібек, үшінші топ Әбілқайыр хан, төртінші Есенбұға. Яғни әр білім алушы осы ұлы тұлғалардың рөліне еніп, сол кейіпкерлердің қазақ хандығы кезіндегі барлық іс-шараны олар өздері баяндап берді. Және осы қазақ хандығындағы барлық іс-шараның дұрысын, бұрысын, оның ішіндегі ең негізгі мәселелер туралы аналитикалық құзыреттілік маған өте сабақ барысында көп көмегін тигізді. Келесі слайдты ашып берсеңіз, енді сіздердің алдарыңызда қарасаңыздар, SWOT талдау жасадым. SWOT талдаудың ішінде әрине күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері, қауіптері. Оның ішінде мен енді барлығын сіздер көріңіздер, қараңыздар. Оның ішіндегі мен күшті жақтарын оқытушылар үшін және білім алушылар үшін осы скаффолд карточкалар қандай көмегін береді, сол туралы айтып өтсем. Біз, яғни оқытушылар үшін ең бірінші сабақ құрылымы жүйелі көмектеседі. Екінші, күрделі тақырыпты қадамдап түсіндіруге мүмкіндік береді. Үшінші, білім алушылардың оқу белсенділігін арттырады. Ал білім алушылар үшін оқу материалын жүйелі және саналы түрде меңгереді. Білім алушылардың үлгерімі күн санап жақсарады және олардың өз-өзіне деген сенімділігі артады.
Енді сөзінің соңында айтарым, скафолд құралдары, карточкаларын пайдаланыңыздар. Ол сіздердің сабақтарыңыздың қызықты өтуіне, сабақты дұрыс бағыт бағдар беруге, сабақтың өте жеңіл өтуіне және білім алушылардың сіздің сабағыңызға қызығуын өте керемет дәрежеге дейін көтереді. Сонымен қатар әр карточка жаңа ашылу, ал ішіндегі тақырыптар жаңа саяхат. Үлкен рахмет. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Сөз Аха, сөз береді келесі аға. Карина Қалқабековна, өзіңіз де Алматы бизнес колледжі. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мені естіп тұрсыздар ма? Естіліп тұр, айта беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Презентациямды орыс тілінде қорғауға рұқсат беріңіздер. Здравствуйте, коллеги. Я Мирбекова Карина Калкабековна, преподаватель специальных дисциплин Алматинского государственного бизнес-колледжа. Тема моей презентации – применение карточек Scaffold на занятиях специальных дисциплин. Сегодня я хочу вам показать, с помощью данного инструмента, как Scaffold, можно эффективно связать те фундаментальные знания с профессиональными компетенциями обучающихся, что является сейчас одним из требований современного образования. В системе ТИПО это особенно важно, так как сейчас выпускники должны применять полученные знания на практике. Профессиональный модуль, который я преподаю, это продвижение продукции и услуг в интернете для выпускников 3-го курса специальности маркетинг, играет ключевую роль в подготовке будущих специалистов на рынок труда. Использование карточек Scaffold на занятиях специальных дисциплин помогает и обеспечивает практикоориентированное обучение, направленное на поэтапное формирование всех профессиональных компетенций выпускников. Как я это делаю на практике? Как вы сейчас видите на слайде, в качестве примера я хочу взять тему из профессионального модуля PM3, тема «Социальные сети как инструмент маркетинга». Первый наш шаг, как мы определим фундаментальные знания, ключевые понятия, которые представлены на слайде. Следующее, используя данный инструмент карточки Scaffold как задание, это такие карточки, как ресурсы, целевая аудитория и связь с реальной жизнью, я могу определить конкретно. То есть я четко могу понять цель моего занятия. Цель занятия – сформировать у обучающихся понимание роли социальных сетей в маркетинге и научить использовать их продвижение бренда, продукта или личного бренда. Следующий слайд. Данный инструмент также помогает интегрировать несколько ключевых карточек. То есть я на своих занятиях могу использовать соответствующую группу карточек и выбрать те, которые наиболее интегрируются с моей темой. Также на картах есть подсказки. Если вы заметили, на слайде мы видим, например, вот карточка, и на ней есть указатели. Это подсказки D5, D10, D3, например. Например, каждый преподаватель может воспользоваться этими подсказками, либо он может предложить свои цели и свои идеи. Разрешите вам представить те задания, которые я интегрировала с помощью данного инструмента. Как здесь показано на слайде, я использовала первое, это цифровые компетенции ключевые. Я использовала для своей темы 3 карточки D5, D10 и D3. Обмен информацией с помощью цифровых технологий. Например, я могу предложить следующие задания для своих студентов к этой карточке. Для первой карточки обмен информацией с помощью цифровых технологий можно предложить студентам такие задания, например, в группе обсудить в мессенджере, либо в чате, выбрать продукт для продвижения в социальных сетях и далее зафиксировать принятое решение в общем онлайн-документе. Какой мы увидим результат? То есть результат это будет согласованное групповое решение уже в цифровом формате. Следующая карточка – это разработка цифрового контента D10. Здесь я могу приложить такие задания, например, студенты могут разработать текст поста для социальной сети. Также они могут подсказать, подобрать идею визуального контента. А визуальный контент это у нас что? Это фотографии, это видео, это также сторисы. И также написать краткий сценарий публикации. В результате что мы видим? Мы видим прототип уже цифрового готового контента для соцсетей.
и так далее. Следующая группа карт, следующий слайд, пожалуйста. Здесь я использую уже предпринимательские ключевые карточки. Здесь я использовала два вида. Карточка Е2– это креативность, и карточка Е14– работа с другими людьми. Какие задания я могу предложить для студентов, например, по креативности? Студенты могут придумать идею за 5 минут. Они могут придумать идею для любого бизнеса. Например, название страницы в социальных сетях, придумать какую-то идею для первого поста и также написать короткую идею для короткое видео для Reels и TikTok. В результате что мы видим? У студентов будет развиваться креативное предпринимательское мышление. Следующая карточка– это работа с другими людьми, карточка Е14, работа в команде, то есть это уже совместная работа, это сотрудничество. Я могу как распределить здесь задания для своих студентов? Можно их разбить на команды по 3-4 человека и распределить роли для команд. Например, кто-то из студентов будет предпринимателем, кто-то будет маркетологом, кто-то будет креативным специалистом, а кто-то аналитиком. Таким образом, в результате что мы увидим? Что у студентов будет развиваться навык взаимодействия и ответственности. Следующий слайд, пожалуйста. Следующая компетенция– это личностные, социальные компетенции и компетенции умения обучаться. Здесь я также применила для своей темы два вида карточек. I5– это коммуникация, I6– это сотрудничество. Здесь мы видим то, что студенты будут формулировать свою идею по продвижению бизнеса в социальных сетях. Например, они будут писать посты, создавать видео, активно будут участвовать в презентации и в обсуждении маркетинговых решений по теме. А по карточке I6 сотрудничества здесь они будут уже так же, как в предыдущей ключевой карточке предпринимательское сотрудничество, они будут выполнять каждый свою ключевую роль. Кто-то будет маркетологом, кто-то креатором, кто-то аналитиком. Вот. То есть обучающиеся будут учиться через взаимодействие и командную работу. Следующий слайд. Я использовала также сквозные компетенции, как моя коллега ранее сказала. Я применила здесь 3 сквозные компетенции. Это аналитические навыки, это критическое мышление и креативность. Тоже здесь могу предложить такие задания. Например, по аналитическим навыкам студенты могут проанализировать целевую аудиторию, конкурентов и также увидеть показатели вовлеченности. По критическому мышлению студенты могут провести оценку контента, выбрать инструменты продвижения. По креативности, естественно, так как это больше продвижение в социальных сетях, да, у многих студентов больше креатива, больше идей, и здесь они могут разработать свои интересные идеи и форматы контента. По методам обучения к своему занятию я использовала 2 метода обучения. Это проектно-ориентированное обучение и также обучение в сотрудничестве. 2 метода обучения, я думаю, достаточно для того, чтобы не выстроить задание без перегрузки. Следующий слайд. Методом оценки я определила метод наблюдения. Здесь я наблюдаю за тем, что студенты, во-первых, активно вовлечены в процесс, в рабочий. Здесь я вижу высокую активность в обсуждении, и также это командная работа. Следующий слайд. Как видно из данной таблицы, здесь мы видим эффект применения карточек Scaffold на занятиях специальных дисциплин, а именно по модулю PM3. Применение этих карточек данной методики на занятиях специальных дисциплин повышает вовлеченность студентов, также улучшается качество их работ, появляется осознанная их рефлексия и возможность объективно оценивать сформированные профессиональные компетенции будущих специалистов. Следующий слайд. Применение карточек Scaffold на занятиях специальных дисциплин позволяет получить уже устойчивые, также измеримые результаты. Например, у студентов формируются ключевые профессиональные компетенции, такие как аналитическое мышление, это креативность, это навыки планирования, это работа с цифровым контентом и также самооценка. Также у них повышается уровень самостоятельности, ответственности за результат своей работы. Что дает это для преподавателя? Лично для меня я определила, что данная методика дает возможность наглядно отслеживать прогресс каждого студента.
также быстро выявить их сильные и слабые стороны, объективно оценить сформированные эти компетенции, которая упрощает контроль, повышает качество обратной связи и делает процесс обучения более управляемым. Следующий слайд. Также я хотела бы отметить то, что методика Scaffold — это не просто чек-лист, это не обязательный какой-то набор, это конструктор, из которого преподаватель уже осознанно отбирает только те элементы карточек, которые соответствуют теме и целям занятия. То есть преподаватель, он сам знает, сколько карточек он может применить. В рамках одной темы я не использую все карточки Scaffold, а только отбираю одну или несколько карточек по сквозным, по ключевым карточкам, по методам оценки и по методам обучения. И такой набор карточек в целом мне позволяет не перегружать мое занятие и целенаправленно формировать именно те профессиональные компетенции, которые соответствуют теме и будущей деятельности маркетолога. Спасибо за внимание. Әріптестер, рахмет сіздерге. Осы жоба бойынша сұрақтарыңыз және ұсыныстарыңыз болса, айтып отырыңыздар. Және мен айта кетейін дегенім, бүгінгі семинарымыздың жазбасы біздің YouTube каналымызға жүктелетін болады. Сол жерде тағы қайтадан көрсеңіздер болады. Кез келген уақыттарыңызда. Енді сұрақтарыңыз болса, әріптестер қойсаңыздар болады. Және үлгермей қалған педагогтер болса, мына жерге чатқа Жазира Менгелдиевна, Айнұр Сейденна, сіздер Карина Қалқабековна не қылсаңыздар болады. Номерлеріңіз жазсаңыздар, сол жерден алып, өйткені чатта қарап отырмын, сұрақтары көп сияқты әріптестеріміздің. Әріптестер, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Мына жерде чатта жазып жатыр еді әріптестер. Қайда кетті? Мына жерде бір әріптесіміз жазған болатын еді. Қайдан алсақ болады дейді. Жазира Менгелдиевна, қайдан? Әріптестер, бұл карточканы сіздерге электронды нұсқасын жібере аламыз, орыс тілінде, қазақ тілінде, егер де керек болса, және өзінің әдістемелік нұсқасы бар, қалай қолдану керек, ол сол жерде жазылған. Сол жерде оқып, танысып, өздеріңізге жаңа принтерден шығарып алып, кесіп дайындап алсаңыздар болады. Бізде бұл сатылымда жоқ, сондықтан тек қана электрондық нұсқасын бере аламыз. Әдіскерлердің чатына береміз, немесе директорлардың чатына жіберсек болады. Сол жерден алып қолдансаңыздар болады. Әріптестер, тағы сұрақтарыңыз бар ма? YouTube каналымызға жүктелетін болады. Сол жерден жаңа айтып өттім, қайта көрсеңіздер болатынын айттым. Тағы да. Ендеше әріптестерімізде сұрақ жоқ болса, әріптестер, рахмет сіздерге көп. Сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Жақсы мамандарды дайындай берейік. Студенттеріміз сіздерді биіктен көрсете берсін. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар. Саламатсыздар ма? Көп рахмет. Қызықты. Пайдаға асыруға болады екен. Көп рахмет. Ұялы телефондарымызды қалдырдық. Сұрақтарыңыз болса, кез келген уақытта хабарласыңыздар. Ең негізгісі Scaffold құралдарының карточкаларын пайдалансаңыздар, сіздердің сабақтарыңызға өте керемет бағыт-бағдар береді. Сабақтың қызықты өтуіне де ең негізгісі білім алушылардың ынтасы күннен күнге жоғарылайды. Сіздерге үлкен рахмет. Рахмет, Сабира Асановна, Жазира Менгелдиевна. Аз уақыттың ішінде көп мәлімет беруге тырыстық. Арнайы пән, жалпы білім беретін пәндер бойынша да барлық сабақта пайдалана алатынын көрсетіп отырмыз. Сау болыңыздар. Рахмет, әріптестер, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.